Қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай 15 минутта қонақтарға, балаларға тез әзір болатын ыстық тамақты жасаймыз. Бізге керегі осындай ет, шағын. Бұл жерде менде шағын ғана жасаймын. Өздеріңізге көбірек адам болса, көп қосып. Бұл жерде менде жылқының еті, бұған бәрібір сиырдың еті болсын, қой еті болсын келе береді. Оның жанында менде бір пиязымыз бар, сәбіз және де картошка. Ең бірінші жәнегі етімізді жақсылап ұсақтап турап аламыз. Етімізді осылай жақсылап турап аламыз да, енді оны басқа бір тарелкаға салып қояйық. Келесі енді пиязымызды турап аламыз. Пиязымызды турап алдық, енді сәбізімізді. Барлық жемісті үйде қандай жеміс бар, қолдана берсеңіздер болады. Сәбізді бәрін төрт бұрыштап турап аламыз. Барлығын төрт бұрыштап турап болды. Енді майымызды қыздырып қуырамыз. Енді қазанымызды қыздырып, күнбағыс майынан кішкене құйып аламыз. Енді майымыз қызғаннан кейін етімізді сала бастаймыз. Етімізді әбден жақсылап қуырып аласыздар. Әбден қуырылсын. Енді етіміз қуырылғанша қамырына кірісеміз. Бұл жерде мен кішкене бір жайым қып жаям. Үйлеріңізде адам көп болса, кішкене 2 жайым, 3 жайым жасасаңыздар болады. Қазір мен бір жайым қып, шағын бір жайым қып елейін деп жатырмын. Енді бұған жаңағы суымызға бір кішкене қасық тұзымыз салып араластырамыз. Көп ештеңе жоқ. Бір жұмыртқа. Бір жұмыртқамызды саламыз. Жаңағы тұзды суымызды құйып елей бастаймыз. Осындай бір жаймаймыз, жақсылап елеп аламыз. Бұл тынғанша жаңағы пиязымыз салып, етімізді қуыра бастайық. Етіміз жақсы қуырылып, енді осыған пиязымызды салып қуырамыз. Осылай жақсылап қуырып, енді осының үстіне барлық жемістерімізді салып қуыра береміз. Кішкене тұз саламыз. Мен етім тұздалған ет болғандықтан кішкене тұз. Оған қара бұрышымыздан саламыз. Өздеріңіз көз мөлшерімен сала бересіздер. Онан кейін паприка. Кім томат жақсы көреді, томат салып жүрсеңіз болады. Бізде основном томаттан көріп паприканы саламыз. Енді осыларымызды тағы да жақсылап қуырамыз. Енді бұл қуырылғанша жаңағы елеп қойған нанымызды жайайық. Жаңағы елеген нанымызды етіміз қуырылғанша жақсылап жұқарырақ қып жайып аламыз. Барлық жеміс, көкөністерімізді қуырып, ең ақырында осы картошкамызды салып, кішкене жақсылап қуырып аласыздар да. Осының үстіне су құясыздар. Су құйған кезде өте көп емес. Қарап отырсаңыздар. Картошканы өте қатты қуырып беру жоқ. Енді суымызды құйып, кішкене ғана. Осынша ғана суды құясыздар да. Кішкене қайнағанша нанымызбен жайып алайық. Осып жаймамызды жайып алдық. Енді бұл жаймаға қыздар. Жаңағы жаймамыздың ішіне осындай кішкене сәбіз. Сіздер 2-3 жайма жайсаңыздар, бір үлкен сәбіз жетеді. Осы өткізгіштен өткізіп аласыздар. Жаңағы сәбізімізге кішкене ғана тұз сеуіп жүреміз. Қара бұрыштан кішкене сеуіп жүрейік. Енді осыны араластырып алайық. Жаңағы жаймамызға
майымызды жағып алайық. Күнбағыс майынан ішіне жағып аласыздар. Бұл тамақты барлық бала жақсы көреді. Істесеңіздер, балаларыңыздың барлығы сүйсініп жейтін болады. Өстіп нанымызға майымызды жағып шығамыз. Енді осы майымызды жағып болған соң жәнегі өткізгіштен өткізген сәбізімізді осылай сеуіп шығасыздар. Бұған көк жуа болса да салуға болады, жақсы көретіндер болса, жәнегі сәбізімізге көк жуаны да турап сақтап қосып жүрсеңіздер болады. Осылай жайып. Енді бұл тестамызды осылай нанымызды орамақ ұқсап, 1-2 ғане орап кесіп отырамыз. Өте қалың қылып орамағандарыңызды дұрыс болады. Алынып піскенге де, жегенге де удобно. Оттан 2 орам қылып орасаңыздар жеткілікті. Жәнегі нанымызға кішкене май сеуіп жүрсеңіздер, қазір үстіне қойғанға жабысып қалмау үшін бір-біріне нандар. Жәнегі шөткімен де жағып жүрсеңіздер болады. Не болмаса осындай себетімен де майды сеуіп шықсаңыздар болады. Енді осы нанымызды кішкентай қылып осылай турап аласыздар. Жемістер, көкөністеріміздің бәрі осылай қайнап жатыр. Енді осының үстіне жәнегі нанымызды қойып шығамыз. Жәнегі май сепкеніміз бірінің үстіне бірі нанымыз жабыспау үшін осылай сеуіп қойсаңыздар. Міне осылай барлығын үстіне жинап, қақпағымызды жауып, астын азайтып қойыстыр енді. Міне тамағымыз пісті, астын өшірдік. Енді бірінші міне сіздер мына нанын осылай вилкамен алып алсаңыздар болады. Ешқандай жабысып, ештеңе болған жоқ. Міне тамағымыз осылай пісті жақсылап. Енді бұны жеген кезде қолмен жесеңіз де болады. Негізі қолмен жеген дәмді. Нанымызды салып алып, қасына осына подливымызды қойып алып, жаңағы етімізбен жаңағы нанымызға осылай подливымызды салып, қыздар, осылай жесеңіздер өте дәмді болады. Алып бісміллә. Өте дәмді. Осы видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, осы видеоның астына лайк басып, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Көп рахмет, сау болыңыздар.